күн тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Мемлекеттік қызметкерлерге қызметтік заңды жетік білумен бірге жұмыс үстінде әдептілік пен әділеттілікті де сақтауы тиіс. Әдеп жөніндегі кеңестің негізгі жұмысы жоғарыда талаптарды сақтамағандарды тәртіпке тарту. Бұл жолға әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысына Сырым, Теректі, Бөрлі және Казталов аудандарындағы бірқатар мемлекеттік қызметкерлері шақырылып, олардың жұмыс барысындағы әділетсіздіктері әшкереленді. Сонымен қоса облыс бойынша жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы басшысының есебі де тыңдалды. Кеңес төңірегінде Ақбота Болатқызы жалғайды. Әдеп жөніндегі кеңес отырысында Батыс Қазақстан облысы жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы басшысының үстіміздегі жылдың 1-90-ында жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау қорытындысы негізінде есебі тыңдалды. Есеп соңында кеңес мүшелері мен оның атқарған жұмыстарына оң баға берілді. Енді кейбір көрсетілген кемшіліктерге тоқтай кететін болсақ, анықтамада әділет шаруа қожалығын тексеру барысында тексеру актілерінің ішінде мал басын растайтын анықтаманың жоқ екені анықталды. Әрине бұл біздің мамандардың жаңағыдай сарақтығының арқасында болған, бірақ та сол анықтама қайтадан табылып орнына тіркелді. Сондықтан көрсетілген бұл кемшілік жойылды. Бұдан әрі Сырым және Теректі аудандық прокуратураларының ұсыныстары негізінде Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Дархан Жанклишев пен Теректі ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Айбар Шукеевке қатысты заң бұзушылықтар қаралды. Аталған екі тұлғада жеке және заңды тұлғаларға жер телімдерін беру барысында Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптарын өрескел бұзған. Ашып айтар болсақ, бөлім басшысы Дархан Жанклишев жер учаскесін алуға ынталы тұлғаның күні бұрын тапсырған құжаттарын ескермей, жер телімін өзге тұлғаға оп-оңай бере салғаны анықталып отыр. Көпештің арызында барлық нелер бар, қажетті мағлұмат, мәліметтер бар. Сол себепті Жанклишев бөлім басшысы жер кодексінде көрсетілмеген 43-ші бапта тиісті емес затты талап етіп отыр Көпештен. Сөйтіп Көпештің құқығы шектеліп отыр. Бұл іске жауапты Дархан Жанклишев өзі олқылық жасаған әрекетіне әр қырынан ақталып көргенмен, кеңес мүшелері оңай сене қоймады. Ауылдың әкімі 8 емес, маған дейтін 12 күн әкеліп тұр. 12 ауылдың исполнительный органда келді ол 8 күн. Жоқ, мен сізге түсіндірейін, мен 10 күннің ішінде 10 жұмыс күшіне қарауым керек, екі арызда жаңа. Мен жаңа 12-сі келіп түсті, Кенжебаевтың 14 күн жібердім. Ал осындай заң бұзушылық әрекеттерін Теректі ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы Айбар Шукеев те жіберген көрінеді. Яғни ол аудан комиссиясының еш рұқсатынсыз жер телімін берген көрінеді. До 2014 года, в том числе, включительно в 2013 году. Заң бойынша жер телімдерін беру алдында комиссиямен келісім болу керек. Мәселен, егер де бірде-бір нысан заңсыз орналасқаны анықталған болса, біріншіден өзіне қауіп төндіре отырып, осы маңға жақын орналасқан әуежай сынды қызметке айтарлықтай залалын тигізуі мүмкін. Әдеп кеңесінің мүшелері Сырым және Теректі аудандар бөлімдерінің басшыларына қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескертуді аудан әкімдеріне жолдады. Кеңесте бұдан өзге асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуда субсидия құжаттарының қағидаттарын бұзу жағдайымен Казталов аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы Қайрат Салатовтың және мемлекеттік сатып алу туралы заңның талаптарын бұзды деген айыппен Бөрлі аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бөлім басшысы Қуантай Шарипов және бөлім басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Темірболат Исамалиевтің істері әдеп сынына ілініп, оларға тегісте қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту жазасы берілді. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.